Сәлеметсіздер ме балалар, қалдарыңыз қалай? Менде жақсы. Бүгін біз математика 125-ші сабақ өтеміз. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі қолдану. Қазақстан балалар жазушылар, сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданатын боласың. Бірінші тапсырма. Есепте өрнектерді жауаптармен сәйкестендірсең, шығармалардың авторларын білетін боласың. Сен бұл авторлардың шығармаларын оқыдың ба дейді. Онда балалар бірінші Мұзафар Әлімбаев, ақын, әдебиеттанушы, аудармашы, балалар жазушы. Ермек Өтетілеуұлы ақын, аудармашы, балалар жазушы екен. Онда астындағы кітаптарды көрейік. Міне кітапта көрсетілген бізде бірінші кітап 408 көбейту 2 тең 916. Бұл кітапты Ермек Өтетілеуұлы шығарыпты. 522 азайту 395 болады 27. Мұзафар Әлімбаев. 513 қосу 403 тең Ермек Өтетілеуұлы 916. Ермек Өтетілеуұлы. 229 азайту 302 тең 27. Мұзафар Әлімбаев. 381 бөлу 3 27. Мұзафар Әлімбаев. 1000 азайту 84 тең Ермек Өтетілеуұлы. Балалар, көрдіңіздер ме? Осы кітаптарда сізге барлығын айтып бердім. Ал енді келесі тапсырма. Міне балалар, сіздерге жазып көрсеттім. Мұзафар Әлімбаев пен Ермек Өтетілеуұлы. Осыны дәптерге жазып аламыз. Мұғалімдердің дәптерге жазғанда жазамыз. Ал жазбаңдар десе жазбаймыз, жарай ма? Ал енді келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Өрнектер бойынша есептер құрастыр. Асы, әсі, бысы, высы. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне екінші есепті асы, әсі, бысы, высы жазып аламыз. Онда біз үшінші тапсырмаға кетеміз. Үшінші тапсырмада өрнектерді құрастыр және жазбалардың мәнін тап дейді. Жарайды балалар. Онда біз сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне бұл үшінші есеп. Осы әпкеге балалар подписка етіп кетемін. Сіздерге атын көрсетейін. Міне осы апайға подписка етіп кетейік, лайк басамыз. Міне үшінші есептің асы, әсі, бысы, высы, кысы. Оқып берейін. 202 көбейту 4 бөлу 2 тең 404. Жақша 210 қосу 540. Жақша қосу жақша 160 бөлу 2. Жақша тең 830. 770 бөлу 10 азайту 7 тең 70. Высы жақша 500 азайту 65 бөлу 5 тең 87. Кысы 345 қосу 325 азайту 325 тең 545. Ал онда біз келесі төртінші тапсырмаға кетеміз балалар. Міне төртінші есептің асы. Шарды шешу жауаптары көрсетілген. Оқып берейін. Аудиодиск кітаптар дискісі 90. Әндер дискісі 65. 5 сөреге тең қойылды. Әр сөреге белгісіз дискіден қойылды. Шешуі 90 қосу 65 тең 155. 155 бөлу 31. 155 бөлу 5 тең 31. 31 дискі қойылды. Ал енді әсі. Әсі мынау 3 сөренің әрқайсысына 16. 3 сөренің әрқайсысына 14 дискі. Барлығы белгісіз дискі бар. Қанша бар? 3 көбейту 16 тең 48. 3 көбейту 14 тең 42. 48 қосу 42 тең 90. Барлығы 90 диск бар балалар.
Балалар сіздерге бүкіл тапсырманы үй жұмысы деп атаймын, жарай ма? Ал енді 6-шы аса. С тен А көбейту Б. С-тен 90 бөлу А, 90 бөлу бұл жерде бір жер жазылыпты, соны А ма? А сияқты сол көбейту 6 сантиметрден 54 сантиметр. С-тен 54 бөлу 2 тен 27 сантиметр. С-тен 27 сантиметр. Ал енді келесі тапсырма. Міне балалар, әсі. С-тен А көбейту Б. С-тен 6 сантиметр көбейту 6 сантиметр. Тен 36 сантиметр. 2. С-тен 36 бөлу 2 тен 18 сантиметр. С-тен 18 сантиметр. Балалар, сіздерге бұл жердегі көрінбеген сияқты. Соны сіздерге айтып кетейін. Бізде 90 сантиметр көбейту 6 сантиметр деген. Жарай ма? Сонда тапсырмаға келейік. Жетінші есеп. Есепті шығар. Есептің сұрағына жауап беру үшін саған қандай деректер қажет екенін анықта. Балабақшаға сыйлау үшін әр топқа 5 ертегі. Сыйлау үшін әр топқа 5 ертегі. 7 жануарлар туралы кітаптар және 20 бетпелгі сатып алды. 20 бетпелгі туралы кітаптар. 7 жануарлар туралы кітаптар. Егер сыйлық 9 топқа жасалған болса, барлық қанша сыйлық алады? Балалар, бұны да үйде беремін. Онда біз 8-ші тапсырманы орындайық. Міне 8-ші тапсырма. Кесе асы. Кесе бойынша есеп қостық және шығар. Бағасы 42 теңге. Қуыршақ 42, бағасы 42 теңге дейміз, е? Саны белгісіз дана. Саны белгісіз дана деп жазамыз, балалар. Құны 84 теңге. Сонда ол үшін біз 84-тен азайтамыз 42-ні. Тең болады. Тең 42 теңге. Сонда бізде саны 42 дана. Ал енді келесі. Бағасы 29 теңге. Белгісіз саны белгісіз дана. Барлық белгісіз дана дейді бұл жерде, балалар. Сосын құны 87 теңге. 87-тен азайтамыз 29. Тең болады. Тең болады. 28-тен саны 28 дана. 8-ші әсін шешу дәл осындай болатын есеп құрастырамыз. Жарай ма? Балалар, сабақ сізге түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Көп сау болыңыздар. Бүгінгі сабаққа дайындалғанда жарайсыңдар. Бұл сабақ түсінікті болса, балалар, сау болыңыздар.